Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен түрік баклавасын дайындайтын боламыз. Маған тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға суымызды, тұз, сірке суын, майымызды, 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап миксермен көпіртіріп, араластырып аламыз. Ұнды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Ұнның бәрін бір денеге салып жібермеңіздер. Аз-аздан салып отырыңыздар. Қамырымыз жұмсақ болу керек, қолға жабыспайтын. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Міндетті түрде сол жерден өтіп көріңіздер. Қамырымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай қолға жабыспайды, жұмсақ қамыр иледім. Енді оны 20 минутқа салафанға салып қоямыз. Жиырма минуттан кейін теңдей бөліктерге бөліп аламыз. Тең бөлікке бөліп алғаннан кейін тағы да салафанға салып 5-10 минутқа қалдырамыз. 5-10 минуттан кейін жоқа етіп бәрін жайып аламыз. Арасы жабысып қалмау керек. Видеодағыдай етіп жоқалап жайып алыңыздар. Бәрін осылай шоқа етіп жайып аламыз. Енді үстіне листімізді қойып, шеттерін кесіп тастаймыз. Сары майымызды алдын ала ертіп қоямыз. Листіміздің астыны сары маймен жақсылап майлап аламыз. Жаңа жайған жоқа қамырларымызды теріп біртіндеп тереміз. Үстілерін майлап, екінші қамырымызды қойып, үстінен жаңғақ себеміз. Жаңғағымызды майдалап аламыз. Осы ретпен бәрін жинап шығамыз. Видеодағыдай етіп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді шаймен ішкенге. Ешқандай қиыны жоқ. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай, үйде бар заттардан дайындалады. Енді майлап болғаннан кейін үстіні енді кесіп шығамыз. Пешімізді 160-180 градуста қыздырып қоямыз. 40-45 минутта пісіп шығады. Қалған майымызды да үстінен құйып жібереміз. Енді қызып тұрған печкамызға салып, сиропымызды дайындаймыз. 250 мл суымызға 200 грамм құмшекерімізді салып, 2 ас қасықта лимон суын құйып, жақсылап араластырып 20-25 минут қайнатамыз. Баклавамыз пісіп шықты. Енді сиропымызды үстіне құямыз. Егер рецептім ұнаған болса,
маған тіркеліп лайк басып комментарий қалдырып кетіңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта басқа да рецепттер шығаратын боламын.